Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Біздің YouTube каналымызға қош келіпсіздер. Міндетті түрде біздің YouTube каналымызға подписка басыңыздар, және де өздеріңіздің мынау ендігі сабақта қандай сабақтар шығарайын, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сабақ ұнады ма, сол туралы жазып отырыңыздар. Әр жұма сайын сіздерге керемет сабақтарды шығаратын боламын. Дәл бүгін сіздер фетрден жасалған сандықты өз қолдарыңызбен жасап үйренетін боласыздар. Ол үшін сіздер видеоға лайк басып, және де жақсы пікірлеріңізді күтетін боламын, қыздар. Сәттілік. Міндетті түрде арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Неке мынаған ұқсаған сандық жасаймыз, бірақтан бұның басқаша үлгісі. Бұл жерде қазір мынау несі болса, қақпағы болса, ол қақпақсыз, яғни несі жоқ, төбесіндегісі жоқ. Немен бірге арқамен былай қып қоятын екінші варианты, яғни оны өз еріктеріңіз қақпағымен жасасаңыздар да болады, дәл менікіндей жасауларыңызға да болады. Қазір осыған ұқсағанын бастаймыз. Бірақ мынау сәл үлкені, біз кішкентайлауын жасаймыз. Мынаның ішіне 4 көрпе, жоқ 3 көрпе бір жастық кететін болса, ал мен жасап атқанның ішіне 2 көрпедей кетеді, қыздар. Яғни ең алдымен бізге мынандай фетр, 2 метр фетр керек. Мен қазір барлығын сызып дайындап алдым. Мінеки 2 метр фетр керек. Фетрімізде мына остатықтар қалды, оны қазір біз қақпағына өткізетін құлақтарын жасаймыз. Одан кейін бізге керек заттарымыз мынандай арқан. Осындай арқандар керек болады. Түрлі түсін алсаңыздар болады, қыздар. Енді өз еріктеріңіз қалай әсемдеу керек екен. Одан кейін бізге керегі мынандай құрақты біз қазір осылай жасап алдық. Яғни бетіне әсемдік үшін дәл осыны бұлай ортасына қойып тігіп алсақ та болады. Мінеки бұлай тігіп алсақ та болады. Мынадан екеу жасадым. Енді қазір сіздерге көрсетейін. Мінеки мынадан ұзындығы, яғни біздің сандығымыздың ені 85 сантиметр, ал ұзындығы 70 сантиметр. Ал енді жанына қоятын блоктарымыз, несі ені 60 сантиметр, ұзындығы 60 сантиметр. Қазір менде фетр жетпегендіктен бұлай 2 бөліп, яғни жеткенше қырқып алдым. Мынаны қазір біз бұлай бір оғылып қосып аламыз екеуін. Мына жерін тігіп аламыз. Мына жерін тігіп, дәл осылай жасап аламыз, қыздар. Мынау, яғни жанындағысы кішкентай болады. Не, көрдіңіздер ма? Кішкентай болады. Өйткені қазір біз мына жерлеріне, яғни басына мынандай құлақтарын жасаймыз. Арқанды өткізіп қоятын боламыз. Түсінікті ғой, қыздар, енді бастаймыз. Сіздер украшения үшін құр оюды алсаңыздар да болады, немесе дәл бұлай құрақтарды, 15 сантиметрлік құрақтарды, және де 15 сантиметрлік оюымызды дәл осылай жасап алсаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңіз. Мүмкін моншақтардан, әркімнің фантазиясына қарай жасай беріңіздер бұның украшениясын. Қатып қалған қағида жоқ. Түсінікті ғой, қыздар. Енді қазір сіздерге ең алдымен мына екеуін, 2 жанындағы блоктарын қосып аламыз. Бұны әшейін бұлай прямой дәл осылай тігетін боламыз. Бұлай екеуін тігіп, бұлай бүктемейміз. Сынып кетеді ол кезінде, тұрмай қалады, яғни фетріміз қатты болып тұрмайды. Мынау қазір дәл осылай тігетін болсақ, онша білінбейді да, кейін қатты. Одан кейін, қыздар, біздің Instagram парақшамызға тіркеліп алыңыздар. Мына жерге қойып кетем, алтын ою парақшасына тіркеліп, сол жерде де көптеген тегін дүниені және де прямой эфирлерді сол жерден көріп отыратын боласыздар. Дайрект бөліміне маған егер де сұрақтарыңыз болса, Инстаграмның дайрект бөліміне жазсаңыз, міндетті түрде оған өзім жауап беретін боламын. Сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Қазір осы екеуін қосып аламыз.
Мінекей қыздар, біз жаңағы жанындағы блоктарымызды дәл осылай 1 сантиметр көлемінде тігіп аламыз, қыздар. Бірдей қылып сіздер менде қазір фиолетовый жіп болмағандықтан розовый жіппен тігіп жатырмын. Сол егер сіздерде фиолетовый жіп болса, түстес жіп тіккендеріңіз мақұл. Қарап отырып тігіңіздер. Көптеу немесе азғантай болып қалмасын. Міндетті түрде 1 сантиметрдей жетеді, қыздар, 1 сантиметрдей. Яғни мінекей екеуінде біз дәл осылай біріктіріп алдық. 60 сантиметрлік сандығымыздың жаны. Міне. 1 сантиметрдей. Егер де мынандай болатын болса, мына жағын тура қылып қырып тастаңыздар, қыздар, иә, қыздар. Осы екі блокты енді жанындағы блоктарға қосамыз қазір. Қыздар, мінекей ең алдымен блоктарды қоспас бұрын біз мынаны қосып алдық қой, жаңағы жанын екеу-екеу қылып қосып алдық қой. Содан кейін мына басын, яғни алдымен артқы бөлігіне мынандай тура лентаның несі, мына жағы 3, мына жағы 10 сантиметр қылып, осындай көлемде 8 штук істеп аласыздар, қыздар, 8 штук. Міне, мынау қазір 4-еуіне, міне мынаны дәл өзінің орнына қойып тұрып, осылай ілмек қыламыз бұны. Яғни бұны бірінші екеу қылып қосып тігіп аламыз дағыны. Бұлай қазір машинамен қосып тігіп алайық. Қосылып тігілгеннен кейін ол бұлай болып тұрады. Яғни мынандай ілмек болады. Қазір тігіп көрсетем. Мінекей қыздар, мынандай ілмектерімізді тігіп жатырмыз. Яғни екіге бүктеп алып, үстінен бастырып, прямой строчкада осылай тігіп алыңыздар. Сегізінің барлығын осылай тігіп аламыз да, кейін жаңағы сандығымыздың беткі, яғни үстіңгі бөлігіне, бетінің және арқасының үстіңгі бөліктеріне тігіп шығамыз. Мінекей қыздар, осылай барлығын осылай тігіп шығыңыздар. Яғни бетіп қайырған кезінде осындай болып тұрады. Не қыздар, біздің яғни ілмектеріміз дайын. Осыны енді орналастыру тәсілін көрсетемін қазір сіздерге. Неке қыздар, біз нелерімізді, құлақтарымызды тігіп алдық. Ілмектерін. Жібін жақсылап. Егер жиі қылсаңыздар да болады. Жиі арасына қылсаңыздар да болады. Қазір мен 4-еулік ілмек қылып жатырмын. Міне. Қыздар, енді дәл екінші жағында дәл осындай қылып, 4-еу қылып, ровна қылып істеп аламыз. Қыздар, мінекей
Сіздерге түсінікті болу үшін мынаны мен бөлек материалдан пішіп алдым негізінде. Бұл асты сандығымыздың ең астыңғы бөлігі. Бұның размерін сандығымыздың бойымен, яғни енімен 85 сантиметр, ал мына жанында қоятын сандығымыздың жанының размері 60 сантиметр. 60-та 85 сантиметр қылып қырқып алдық. Кейін мына екеуін қосып алдық, қыздар. Мінеки. Сандығымыз былай тұрған кезінде мынандай шеті былай ұстап тұрады. Көрдіңіздер ме? Егер ішіне тігіп қойсақ, ол құлап қалатын болады. Сол үшін дәл осылай сыртына қарай тіктік. Оның үстіне розовыйын сәл ішке қарадық. Міне, розовыйы какой-то бір 3-4 миллиметрдей ішке кіріп тұр. Өйткені мына розовый көрінбес үшін осылай жасап қойдық, қыздар. Неке. Дәл енді осыны ең алдымен жандарын қосу үшін біз мына кеше нелерін істеп алдық қой, мына екеуінің де құлақшаларын, ілмектерін істеп алдық, екеуінің де. Енді соны ең алдымен бұны мынаған қоспас бұрын сіздерге айтқан едім, бетіне украшенияға бір нәрсе дайындайсыздар. Егер менікінде жасасаңыздар да болады, немесе түрлі шашақтармен, немесе мынаның орнына оюмен, өз фантазияларыңызға қарай жасай беріңіздер, қыздар. Неке. Осыны енді мына 4 бұрыш беткі бөлігіне әдемілеп орналастырып шығамыз. Дәл центрін тауып алып, осыған негізі дәл осындай жасайтын болсаңыздар, мынаны мелмен сызып алуға да болады. Бәрібір қисық кетіп қалады да, көз мөлшермен. Сол үшін мынаның қазір көбегін мелмен сызып шығарып аламыз. Қыздар, мінеки біз 4 бұрыш, яғни ромбек түсіріп алдық, сіздерге кішкене түсінікті болу үшін өзім көрсетейін. Ромбек қылып түсіріп алдық. Енді осыны былай түсіретін боламыз осы жерге. Неке? Дәл осыны мынандай кішкене жарты сантиметр ішіне қайырып, машинкамен бастырып тұрып, дәл былай тігеміз. Жартысын қайырып тұрып, дәл осылай тігіп шығамыз. Полный бастырып алғаннан кейін сіздерге көрсететін болам. Неке, қыздар? Міне. Бастаған жеріміз мынау. Бірінші мынаны қайырып алып, закрепка беріп. Неке. Осылай ішіне жарты сантиметрде қайырып тұрып, тігіңіздер. Қазір мынау кішкене шығып кетті құрақтар. Енді дәл осы жерін мынаны былай қайыратын боламыз. Жарты сантиметрдей. Неке. Бұрышқа келген кезде закрепка беріңіздер, міндетті түрде. Кейін мынандай жерлері бар ғой, мына қосылған жерлерше, соны екіге бөліп тұрып қайырыңыздар. Болмаса дүмпеп жаман көрініп қалады. Міне, почти түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қазір полный тігіп алайын, сіздерге көрсетемін.
Міне қыздар, кішкене қисықтау түсті. Бәрі линейкамен өлшесем де қисықтау түсті. Ештеңе қалмайды. Міне осылай. Барлығын осылай түсіріп алдық. Кейін мына мелді өшіріп тастаңыздар. Ендігі мәселе бізде мынаған қосып тігетін боламыз. Ең алдымен бұның центрін белгілеп алдық қой. Сол центрінен мына жаққа қарай тігеміз. Қазір көрсететін боламыз сіздерге. Ең алдымен мынаны өлшеп аламыз. Өйткені біздің жанымыздағы кішкентай, өйткені мынау кішкене бұлай бір-біріне қайырылып тұрған кезде, сол үшін біз кішкентайға алдық. Осы жанынан бастаймыз бірінші. Қазір. Мына жеріне келген кезінде бұлай қосып жібереміз. Бұлай қосып жібереміз. Неге қыздар, мына жерін кішкене бір 2 сантиметрдей қалдырып аламыз. Бізде мына жерінде бір 10 сантиметрдей қалды, қыздар. Енді осы жерінен бастап, басына міндетті түрде закрепка беріп алыңыздар. Закрепка тартпаңыздар, өзінің бабымен тартылсын. Бір жағын тартып жіберсеңіздер, міндетті түрде ошибка шығады. Сол үшін тартпаңыздар. Жерге келген кезінде біз осы жерін кішкене қайырып тігіп жібереміз. Міне, астына тиіспейсіздер, бетін бұрасыздар. Беті бұрылып, мынамен бірдей болғанша осылай тігіп келе бересіздер. Міне. Розовыйды көрсетпеуге тырысамыз, қыздар. Міне, көрдіңіздер ме, мына жерде уже бізде мынандай бұрылыс пайда болды. Қазір мынаның фотоспишкасын жағайыншы. Міне қыздар, мінекей, осындай бұрылыс пайда болды. Розовыйды көрсетпеңіздер, лажы болса. Бір сантиметрдей тіксеңіздер болады. Міне, мына жағы да осындай 1 сантиметрдей қалды. Енді мына жеріне келгенде де дәл осылай поворотында бұрып угловой жерлерін туралаймыз, қыздар. Азғантай-азғантайдан бұрып келіңіздер. Бірден бұрып жібермеңіздер. Мына жағын туралап отырып, енді полный тығып тастаңыздар. Міне, жақындатшы. Міне, мына жері де дәл осындай болып шықты.
уже мына жерде келіп, мына жерден келіп бітеді. Осы жерге закрепка береміз қыздар. Неке қыздар, бізде мынандай блок дайын болды. Енді екінші бөлігінде дәл осылай сыртынан тігіп шығамыз. Сыртынан. Неке. Мына жеріне кішкене бір 2 сантиметрдей, 1,5-2 сантиметрдей бірінші өлшеп алыңыздар да. Мына жерінен бастап тігіп шығамыз қыздар. Мынаны дұрыс істемедім. Қазір полный тіккеннен кейін, дәл бірінші жағын тіккен сияқты, екінші жағында дәл осылай тігесіздер. Қазір біткеннен кейін көрсетеміз сіздерге полный. Қыздар, мінекей бізде дайын болды. Қазір сіздерге көрсетем. Мінекей мына жерін, мынандай угловой жері бізде мынандай еді. Мына жерін былай қырқып алып тастадық. Қыздар, мінекей біз сандықшамызды біттік. Яғни сіздер былай істейсіздер. Мына жерде шетіндегі егер біреу артық, біреу үлкен болып кетсе, міндетті түрде барлық жағын бірдей қылып қырқып алыңыздар, қыздар. Мынандай шеттерін. Қазір бізде 2 көрпеше, 2 жастықтың размері шықты. 2 көрпеше, 2 жастық сыйды мынаның ішіне. 3 көрпеше, 2 жастықта сыяды бұл жерге. Қазір кішкене бостау болып қалды. 2 көрпеше, 2 жастық салып еді, бостау болып қалды. Дәл осылай. Егер де сіздер бұлай клиенттердің несіне қарайсыздар ғой, егер 2 көрпеше, 2 жастықты саламын десеңіздер, плотно тұрады. Мына жерін, мына біз қазір бұны үлкендеу қылып, мына бұлай көрпешенің санына қарай, мынаны тағы бір 3 көрпеше, 2 жастық қойсаңыздар, мына жерге дейін болып тұрады да, мынау сонда мына жері қақиып тұрады. Ал егер 2 көрпеше, 2 жастық салам десеңіздер, мына жерін тағы да тігіп жіберулеріңізге болады қыздар. Міне. Мынаны бұлай тігіп жіберсеңіздер, сонда міне 2 түрлі вариант. Қыздар, осымен біздің мастер-классымыз бітті, қыздар. Қалай ұнады ма сіздерге? Астындағы біздің розы материалымыз мүлдем көрініп тұрған жоқ.